Шұбаттың пайдасы. Түйе сүті қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауруы бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы көптеген аурулардың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөппен қоректенеді. Жалпы әр жерде шөп әртүрлі, десе де олардың барлығының пайдалы екені сөзсіз. Шұбат адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты Сыдық Дәулетов түйе сүтінің 100 ауруға ем екенін айтады. Сондай-ақ сусын ретінде адам ағзасында жеңіл қорытылатын ерекше қасиеті барына тоқталды. Қазіргі таңда адамдар шұбатпен қымыз ішем жазыламын деп ойлана бастады. Шұбат дегеніміз шипалы ем, нәрлі сусын. Халық оның емдік қоректі қасиетін көптеген ауруға ем ретінде пайдаланады. Ол қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп ішектің қызметін жақсартады. Жалпы қоректік заттарға өте бай. Мысалы, қымыз құнарлылығы 528 килокалория болса, сиырдікі 660, ал түйенікі 911 килокалорияға тең. Яғни 1 литр шұбат адам ағзасының дәрумендер мен микроэлементтерге деген тәуелді қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді. Түйе сүті созылмалы өкпе құрты, бауыр мен сары ауру, өт жолының қабынуын емдеуде таптырмас дәрі. Құрамында А1, Б1, Д, Е, С дәрумендері бар. Түйе сүтінің инфаркт пен инсульттің алдын алуда маңызы зор. Бұдан өзге қатерлі ісік пен қант диабетіне шипасы мол. Табиғи шұбат өнімдері адамның есте сақтау қабілетін жақсартып, ми тамырларының жұмысын ретке келтіреді. Әсіресе нар сүтінің ақуыз мөлшері мен майлылығы қымызға қарағанда жоғары. Ішінде С дәрумені де мол. Шұбат салмақ қосуға көмектеседі. Германияда қымызды патенттеген Цольманның қайнатасы соғыс кезінде қамауда болып өкпе ауруына шалдыққан. Қазақтың қымызын ішіп жазылған екен. Содан еліне барған соң бір бие сатып алып дертінен айығып аман қалған екен. Бүгінгі тіршілік әртүрлі ақпаратпен тынымсыз еңбектен құралады. Ал мұның барлығы жүйке ауруын қоздырады. Мұндай жағдайда қымыз бен шұбат адамды тыныштандырады. Кейбір адамдар шұбат ішкен соң ұйқысының келетінін айтады. Бұл негізінен жүйке жүйесінің тынышталуымен байланысты. Негізінен түйе сүтінің сиыр сүтіне қарағанда дәруменділігі жөнінен 10 есе артық. Мұнымен қатар шұбаттың ауыр оталардан кейін науқасты қалпына келтіруге пайдасы зор. Қазір қалада қаназық ауруына шалдығып көп салмақ жоғалтқан азаматтар жетерлік. Мұның түп төркіні жастардың тынымсыз еңбектенуімен байланысты. Міне осындайда көбісі шұбат ішіп, дене бітімін қалпына келтіріп жатады. Түйе мен бие сүтіне жақын халықпыз. Қазақ қаламандығын сұрағанда сөз түркінің мал жаның аман ба деп бастаған. Осыны ұмыт қалдырмағанымыз жөн.